Мемлекеттік көші-қон бағдарламасы жарық көрген соңғы 6 жылда Павлодар облысына 15.044 адам көшіп келді. Олардың 969-ы Павлодар ауданына қоныстанды. Бұл 237 отбасы. Осындай алыстан ат артып келген жанұяның бірі Әнуархан Ермау мен Керім Гүлсағаттың отбасы. Кемеңгер ауылында тұрып жатқан жандар Алматы облысы Көксу ауданы Балпықби ауылынан 2021 жылы мамыр айында қоныс аударған. Бар жағдайы жасалған жаңа үйде айына 7.000 теңге төлеп тұрып жатыр. Келісімен жанұя атты ателье ашып, тігіншіліктен табыс көзін тапты. Жұбайлар бірлесіп атқаратын кәсіпке 1.300.000 теңге мемлекеттік грант ұтып алған. Тігін салонын бізде негізі Алматы облысында бастағанбыз. Ол енді ертеде 2017-де бері. Ол кезде бір машинкамен ғана өзіміз ақырындап үйде көрші-қолаңға сатып, жаңа көтерме сауда енді солай жасағанбыз. Содан бертін келе осы Павлодар облысына қоныс аудардық қой. Осы жаққа келгеннен кейін енді үкіметтің жаңағы әйеліме 1.380.000 теңге грант несін ұтып алдық. Сонымен 4 машинка алдық. Ол биыл ғой, енді биыл алдық. Енді бұйырса бұдан да артық үлкейтеміз бе, адам алып кішкене жұмысты ілгерілетеміз бе деп ойлап жатырмыз енді. Аталған отбасының 5 баласы бар. Үлкені университет бітірсе, кішісі 1-ші сынып оқиды. Негізінен атамекенге Қытайдан 2010 жылы қоныс аударған жандардың бұл аймаққа келуінің де мақсаты ұлтының санын көбейтіп, өңірді қазақыландыруға атсалысу. Бұл жаққа көшкендегі себебіміз, біз көбінде телевизордан, жаңа бағдарламалардан көреміз. Бұл жақта жаңа қазақ аз, қазақ тілі дамымаған деген көптеген бағдарламалар көрдік. Енді осы жаққа келгеннен кейін мектептер жабылып жатыр деп өзіміз ойладық. Енді халқымызға бір себебіміз тигізейікші, мектептер жабылмасын, балалар оқысын деген немен келдік. 5 бала әкеп оқытып жатырмыз әзір. Әрбір мектепке кіргіздік, балалар оқып жатыр. Бір бала болса да саны көбейіп жатыр да. Негізі қазақтың санын көбейтейік деп келдік, енді тілімізді жоғарылатайық деп. Негізі жұбайлардың екеуінің де мамандықтары мұнайшы. Қытай мұнай айыру заводында бірнеше жыл еңбек еткен. Бір қызығы тігіншілікпен отағасы Әнуархан айналысады. Бұл оның жан қалауы. Өзіне ұнайтын кәсіп болғандықтан жалықпайды. Үнемі ізденіс үстінде. Мен енді басында қолға перчетка жасадым. Талдықорғанда. Жаңағы рабочий қолғаптар бар, жұмыс қолғаптар. Соны жасадым. Ол жерде 4 жыл жасадым. Ол жақтан Қытайдан станогын әкелдім. Ол өзімнің қаржыммен істедім. Өзімнің бар қаржыммен сол үйде кәдімгі үлкен сый қып жасадым. Ол жерде бір адам істеттім, әйелім бар, үшеуміз қаптап жасадық. Сол кезде жаңағы машинкалар, қолғап тігетін машинкалар бар. Соны үйренгем ғой өзім, басып қалай. Қазір үйреніп шықтым, қазір енді жетістім. Еңбекқор отбасының алға қойған мақсаттары көп. Келешекте тендерлерге қатысып, жұмысты қарқындатуды жоспарлап отыр. Қазір енді бір себептен қаржылық жағынан да кішкене тосылып тұрмыз, енді кісі алып істетуге шамамыз жетпей тұр негізі. Қазір осы үйде енді арендада отырмыз, мына жерде айына 70.000 арендасы. Павлодар қаласы Лончарский 33-те қазір жұмыс жасап жатырмыз. Төсек орын негізі жапқыштар, постельный бельон. Негізі түркіген көрпелердің қаптары. Енді келешекте біз ойлап отырмыз, перде тіксек. Орынды үлкейтсек, қазір бізге кішкентай болып тұрмыз жерде, кішкентай жұмыс жасай жатырмыз. Әзір әйелім екеуміз істеп жатырмыз енді. Біз негізі материалды Қырғызстаннан алдырып жатырмыз, Бішкектен. Материалымыз сол жақтан келеді. Енді бізде баға төмен, онда жоғары баға жоқ, ортада. Өзіміз көріп отырмыз ғой базардың бағасын. Базарда мысалы 9 балкілер, жаңағы хыбылары 20.000, 15.000-нан жоғары. Ада ол 20.000 солай кетіп қалады. Бізде арзан, бізде 11.000. Халық бізге қалай заказ береді, мысалы үйінде простинаға, рәзіңкелі простиналар бар. Қалай заказ береді, солай жасап береміз. Алдағы уақытта үй перделері, жұқа көрпелер мен жастық жасауды қолға алмақ. Тапсырыстар көбіне әлеуметтік желі парақшалары арқылы түседі. Жастыққа, төсек, жапқыш, постельный дейді. Бағасы қол жетімді, әйтпесе. Хыбыдар
11 мыңдан түрлі. 1,5 сағатта тігіп шығарып береміз. Қытайдан ата мекеніне елімдеп келіп, бұл күні біздің өңірді қазақландыруға ат салысуға тартынбай келген ниеті адал отансүйгіш отбасының кәсібі де алдағы уақытта өрге домалары хақ. Аршынгүл Сметқызы қала жанындағы Павлодар ауданына қарасты Заря ауылында сән салонын ашқан. Отбасымен 2020 жылы Алматы облысы еңбекші қазақ ауданынан қоныс аударған. 2 жылдан соң 500 мың теңге грант алып бастаған кәсібі бұл күні елді мекен тұрғындарының игілігіне еңбек етіп тұр. Жұмысым ішінде әйелдер, прическа, макияж, массаж жасау, соның бәрі бар. Кішкене жұмысым кішілі болып тұр, әйтпесе массажный төсектерім де бар. Соларды әлі қолданысқа сеткем жоқ. Бұйырса, бәрін өзім жасаймын. Енді ойымда жүр, тағы да адам тәрбиелейін ба, оқыш тәрбиелеп, үйретейін ба деген ойымда да бар. Енді жаман емес, шүкір. Жұмысым ашылғанына қарай міне клиенттер де бар. Күніне неше кісі келеді? Енді әрқалай, кейде аз, кейде көп болады. Әсіресе той кездерде жақсы болады жұмыс. Аршынгүлдің қызметінің бағасы да қол жетімді. Әйелдердің шашын сәндеу 2000 теңге болса, ер адамдардың шашын қию 1000 теңге көлемінде. 1300-ден аса тұрғыны бар ауылдағы жалғыз салон келушілерден үзілмейді. Осында ауылдық клубта культ организатор болып жұмыс жасаймын. Бізде клубтық жерде істегендіктен іс-шаралар көп болады, бізге осындай салондар көп қажет болады дегендіктен бізге осы салон ашылғаны өте жақсы, ыңғайлы болды. Бір прическа жасату үшін біз қалаға баратынбыз, бұрын бұл кісі болмаған кезде. Қазір бізге ыңғайлы, келе қоямыз, жасатып аламыз, макияжымызды, прическамызды бәрін жақсы. Концертке қатысушы қыздарымыз да келіп отырады бұл кісіге, барлығы жасатады. Сондықтан біз бұл кісіге рахмет айтамыз, осы кісінің салон ашқаны бізге жақсы болды. Қытайдан 2011 жылы атамекенге көшіп келген келіншек Алматы облысында сән салонын ашып 4 жыл жұмыс істеді. Аталған өнерге ол Қытайда үйренген, түрлі сертификаттары бар. Сондай-ақ массаж, түрлі сұлулық процедураларында меңгерген. Жұмыстарым әлі еркін бастағым жоқ, қазір ерлер шаш, әйелдер шашымен ғана. Массаж жұмысым бар, бет тазарту бар, әйелдердің өздерінің бетіне қатысты нәрселердің бәрі мен істей алмай жатыр. Мына жер кішкене болып тұр. Тарлау болып тұр, егерде тағыдан еттетін болса, оның бәрін қосып, кішкене адам тәрбиелейін деген ойымда бар. Өзімнің үйренген нәрселерімді осы қазақи қылып бәрін үйретсем деген ойым бар. Бұйырса оның бәрі алда болатын шығар, оны бізде көрсетті. Қытай жақтан үйреніп келгенмін, нүктелі массаж. Нүктелі массаж одан кейін әйелдердің бетіндегі қарала дейміз, бетіндегі шыққан төшкілар дейміз, соның бәріне әжімнің алдын алу, қалай алдын алу керек, со жағын бәріне кейін клиенттерге негізге айтқым керек, бірақ кішкене ыңғайсыздау болып жатыр жұмысы. Алла бізді бәрі алда болады деп ойлаймын. Аршынгүлдің жары Айдын Ноғайбайұлы ауылдың Еркежан балабақшасында еңбек етеді. Ұнайды өзіме жұмысым, жұмыс болып істеймін осыны. Негізі ремонт қой, ремонт жұмысын істеймін. Ішінде бұзылған, шашылған елдерді жөндеп, сондай жұмыстармен ғана айналысамын. Бұл отбасының 3 баласы бар. Барлығы да өз ортасында белсенді. Биыл ұлым 9 бітіріп жатыр. Колледжға түсем деп жатыр. Екінші ұлым биыл 5 бітірді. Қызым Налыбай бітірді, ол 1-ші сыныпқа кіреді. Енді осы жердегі Айсұлтан жеке нелері бар, домбыра үйрету үйірмелері бар. Ұлым соған қатынасы, содан грант алған домбырадан. Қызым ән байқауына қатынасы Астанада, Алматыда, Қарандыға жарыстарда 1-ші орын, 2-ші орын, 3-ші орындармен дәреже алып жатыр. Енді жаман емеспіз, шүкір, бәрі жақсы. Қыс енді қатты суық, енді кішкене үйрендік оғанда, жыл болды ғой. Жаман емес, үйреніп кетеді екенсіз. Мен өзім туған жерім осында ертістің бойында. Жалпы көші-қон бағдарламасы бойынша Павлодар ауданына көшіп келгендерге биыл 5 грант берілді. Ал ағымдағы жылы облысқа тағы 2500 квота бөлінді. Бұл күнге дейін 1000-нан аса тұрғын көшіп келді. Осы көшіп келген азаматтардың ішінен 550 азаматымыз еңбекке жарамды қатарынан, енді олардың арасынан 400-ге жуық азаматтарымыз тұрақты жұмыс орнына орналастырылды.
Енді кәсіппен айналысам деген мына қайтарымсыз гранттарға 6 азамат иегерілді. Осы жылдан бастап осы қайтарымсыз гранттар 2 легі өткізілді бүгінгі таңда. Осы ең бірінші, енді ең бірінші алатындардың қатарында осы көші-қон бағдарламасына енген азаматтар, ол ішкі көші-қон және қандас мәртебесі бар азаматтар ие бола алады. Сондықтан оларға ең біріншіден алғашқы назарымыз осы азаматтарға бөлінеді. Енді жалпы айтып кеткенде, енді көші-қон бағдарламасы өз енді оң нәтижесін беріп жатыр деп айтуға болады. Ең біріншіден ауылдық жерлерге көшіп келгеннен олар осы мектептерді жабылмау үшін және ауылдардың енді деңгейін көтеру және кәсіппен айналысу деген осындай өзгерістер көрініп жатыр бүгінгі күнде. Көбінесе жалпы енді ең көп көшіп келген ішкі көші-қон бағдарламасы бойынша көшіп келген отбасылардың саны жаңағы айтып кеткенде ауылдық жерлерге көшкенмен ең көбі біздің мына Успен ауданы, Ақтоғай ауданы, сонымен қатар Павлодар ауданы, осы аудандарға көбінесе көшіп келе жатыр. Мемлекеттік көші-қон бағдарламасының биылғы игі жаңалығы әр қоныс аударушы отбасыға 4 миллион теңгелік сертификаттың табысталуы. Олар аталған қаржыны баспана сатып алуға және тұрғын үй құрылысына жұмсай алады. Сонымен қатар көшіп келуге арналған 80 айлық есептік көрсеткіштегі материалдық көмек пен үй жалдауға арналған қаржы сақталады. Осы сертификат ең біріншіден жаңа үй немесе екінші деңгейлі бұрын салынған үйлерді сатып алуға және отбасы банкта депозит ашуға және үйді сатып алу үшін бірінші жарнаға беруге болады, және де жаңа үйді құрылысына бағытталған. Бүгінгі күнде осы сертификаттарын көбінесе пайдаланғаны ол жаңа үйлерді сатып алу ауылдық жерлерде. Енді қалалық жерлерде бізде көбінесе осы отбасы банк депозиттеріне, счеттеріне бірінші жарна ретінде салынып келе жатыр. Аталған сертификат бұл күні өз жемісін беріп отыр. Мойылды ауылында 2 қандас үй сатып алса, Павлодар ауданында 15 баласы бар отбасы үй салуға қамданып жатыр. Құрылысқа бізде бүгінгі күнде бір өтінішіміз бар. Ол Павлодар ауданында көп балалы отбасы. Осы көп балалы отбасы бүгінгі күнде тұрғын үй салу жөніндегі жер телімін рәсімдеу жөнінде жұмыстарын жүргізіліп жатыр. Ол аяқталғаннан кейін осы тұрғын үйді салу жөніндегі сертификатын бірінші төлем ақысы төленеді осы отбасыға. Енді арғарай осы құрылыс аяқталғанға дейін сол отбасыға міндетті түрде үйді жалға алу жөніндегі материалдық көмек төленеді. Бүгінгі күнде де төленіп келе жатыр. Арғарай осы аяқталғаннан кейін осы төлемақы төленеді. Жыл басынан бері облыстық делегация оңтүстік өңірлер мен Маңғыстау облысына ақпараттық үгіт жұмыстарын жүргізуге 6 рет барып қайтты. Тамыз айында тағы бір сапар жоспарланып отыр. Соңғы ретте біз Маңғыстау облысына, сонымен қатар Шымкент қаласында жұмыс беру жөніндегі ярмарка вакансия дейміз, соған қатысып келді. Енді Маңғыстау облысына барып келгенде Маңғыстау облысының 4 ауданына аралап осы біздің облысымыз делегациясы барып, осы Түркменстан елінің көшіп келген қандастарды және де өздерінде ниеті бар азаматтар, көшу ниеті бар азаматтарға ақпараттық жұмыс жүргізілді. Бүгін 50 шақты азаматтар өздерінің ниеттерін білдірді. Бүгінгі күнде енді осы азаматтармен тікелей ақпараттық жұмыс жүргізіліп жатыр. Оларды мұнда келу үшін келем деген осы шілде айында бізде 7 отбасы келем деп отыр. Енді соларды қарсылып, осы біздің облысымызға барлық аймақтарға апарып, оларға көрсетеміз. Жалпы Павлодар облысына 2017-2023 жылдары қоныс аударған 15 мыңнан аса адамның көбі өз кәсібін ашып, табыстың кілтін тапты. Оларға мемлекет 550 мың, 1 миллион 400 мың теңге көлемінде 346 грант табыстады.